Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз жер ортақ үйіміз деп аталады. Әдеттегідей сабағымызды бесті ережесімен бастайық. Қане бәріміз бірге қайталайық. Талап, тәртіп, тазалық, тыныштық және татулық. Оқып білуге талаптанып, тәртіпті, тазалықты, тыныштықты сақтай отырып, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзін бәріміз бірге оқиық. Мықты болсаң, жердей бол, халықтан алығы. Балалар, бұл дәйек сөзден не ұқтыңдар? Өз ойыңмен бөліс. Жер ерекше ғаламшар. Жер адамдардың өмір сүріп, тіршілік етуіне қолайлы, жайлы мекен. Жер ғаламшары ғарыштан қарағанда ашық көгілдір және ақ түстермен ерекшеленеді. Жер күнді айналатын бірден бір ғаламшар. Күн жерге қуат береді. Жер барлық жанды жансыз тіршілік иелеріне нәр береді. Ал енді балалар, оқулығымыздың 138 бетін ашып, Жақсылық Кенжалиевтің «Бесік» атты мәтініне назар аударайық. Кең бөлмеде үшеу. Сәуле, анасы, сосын бесікте жатқан інісі. Терезеден күн сәулесі құйылып тұр. Өзімен өзі ойнап отырған сәуле анасына қарайды. Анасы болса бір қырынан бесікке сүйеніп алып, бұның інісін емізіп отыр. Сол бойда бұл досы Шолпанның анасы айтқан мына бір әңгімені еріксіз есіне түсірді. Әрбір қазақ баласы үшін бесік екеу. Біріншісі жер, екіншісі тал бесік. Жер бесіктің табиғи өз заңы бар. Жылдың 4 маусымы және оның күні, түні болады. Сендер әлі кішкентайсыңдар. Өсе келе оқисыңдар, түсінесіңдер дегенде, ойнап отырған Шолпан екеуі ауыздарын ашып, қалай көп біледі, деп таңданған. Сонда бәрімізді жер бесік тербетіп тұрма деген Шолпанның сұраулы жүзіне анасы, әрине құлыным, жер ананы бәріміз қадірлей білу керекпіз деген. Енді міне, кенет анасы кейін серпілді де өңірін қымтады. Сосын асықпай бесікті тербете бастады. Бір кезде сәуленің көз алдына ойда жоқта бір суреттер елестеді. Өйткені бесіктің бас жағы мен аяқ жағының өзі бірдеңеге өте ұқсас екен. Қараптан қарап отырып таң қалды. Иә, тап солай, аумайды. Айтпақшы неге ұқсайды? Ұқсағанда да бейне көршілес отырған екі үй. Сол екі киіз үйді бір-бірімен жалғастырып тұр. Және тағы екеуі де бірдей тербетіледі дерсің. Демек, жер ана бұларды тербетіп барады. Ал анасы бесікте жатқан інісін тербетіп отыр. Олай болса, адам баласы қашанда жер ананың әлдейінде екен. Бесік неге керек деген сәуле бұлайшыға анасының шалғайына жабысқан күйі. Балам-ау, бесіксіз адам баласының күні бар ма? Небір ғұлама данышпандардың өзі де осы бесікте жатып өсті, ер жетті. Сол бесіктің өзі екі киіз үйге ұқсайды екен деп, сәуле өз болжамын анасына айта бастады. Ақылыңнан айналдым ботам менің. Сондықтан да ғой, аспанымыз ашық, жер бетінде тыныштық болсын деп, бүкіл адамзат баласының тілейтіні деп, анасы қызын бауырына қысты. Басынан, шашынан иіскеді. Балалар, енді мәтіннің желісіне түсінген болсақ, мына төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жер ғаламшары несімен ерекше? Жер жайлы мекен деп неліктен айтады? Жер жамылғы дегенді қалай түсінесіңдер? Жер мен адамның қандай байланысы бар? Өзің жерді не үшін қадірлейсің? Балалар, енді шығармашылық жұмысқа бет бұрайық. Оқулығымыздың 139 бетіндегі номері 2 тапсырмада былай делінген. Өлеңді оқып, жерге ризашылық білдіріп, алғыс хат жазыңдар. Қане, әркім өз бетімен орындап көрсін. Балалар, енді бәріміз бірге жігіттер квартетінің орындауындағы «Туған жер» атты әнді қосыла шырқайық. Алыс кетсем мен сені аңсап жүрем, сағыныштың сазымен
әркеселеңдеп, бір сезім билеп барадай, жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер өзің дегенде, жүрегім әркеселеңдеп, бір сезім билеп барадай, жүрегім дүрсіл қағадай. Bir сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде, жүремін әр кез елеңдеп. Bir сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде, жүремін әр кез елеңдеп. Bir сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде, жүремін әр кез елеңдеп. Bir сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. bir сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. Жүрегім дүрсіл қағады. Жер біздің ортақ үйіміз. Ол адамдардың тіршілік мекені. Орман, көл, тау, тас, жан-жануарлар, өсімдіктер, құстар барлығы жер сыйы. Жер бізді асыраушы анамыз. Жер жалғыз панамыз. Жерді көздің қарашығындай сақтау, қадірлеп аялау бәріміздің міндетіміз. Жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдардың барлығының тілегі тек қана бейбітшілік. Балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жер ана туралы жағымды әсерлеріміз бен сүйіспеншілігімізді жүрегімізге сақтап алайық. Үнемі жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеп, жақсы істер жасайық. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.